Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы аймақтар табиғаты. Жаңа сөздер: биыл, боран, түске дейін, түстен кейін, еру, ұзақ, үнемі, жиі, кемпірқосақ. Мәтіндерді оқы, салыстыр. Менің есімім Ерік. Ақтөбеде тұрамын. Биыл қыс суық. Аспан үнемі бұлтты болып тұр. Жиі жел тұрады, боран соғады. Қар өте қалың жауады. Синоптиктердің айтуынша, биыл қыс ұзақ болады. Менің есімім Айнұр. Мен Түркістанда тұрамын. Біздің аймақ қыс жылы болады. Күн ашық және тынық. Жерде әлі қар жоқ. Қар түске дейін жауады, түстен кейін еріп кетеді. Синоптиктердің айтуынша, биыл оңтүстікте қыс жылы болады. Экранда орысша нұсқасы. Ендеше салыстырып көрейік. Бірінші мәтінде аймақта қыс суық және ұзақ болатыны, қар қалың жауатыны туралы айтылған. Екінші мәтінде аймақта қыс жылы болатындығы, қар еріп кететіндігі туралы айтылған. Айтылым бойынша үшінші тапсырма: мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Жиі, сирек. Еру, қату. Биыл, былтыр. Қыс, жаз. Ұзақ, қысқа. Оңтүстік, солтүстік. Желді, желсіз. Қалың, жұқа. Тапсырманың орысша нұсқасы. Есте сақтайық. Егер шейін дейін шылауы келсе, яғни ол уақытты, мерзімді білдіреді. Ал егер кейін, соң, әрі шылаулар келсе, ол қашықтықты, белгілі бір заттың тұрған орнын білдіреді. Естеріңде сақтап алыңдар оқушылар. Айтылым бойынша жетінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңдер. Аспанда кемпірқосақ қай кезде болады? Мектепте қанша уақыт боласың? Үйге дейін қанша минут жүресің? Қар жауғаннан кейін күн қандай болады? Қыстан соң қай мезгіл келеді? Қай кезде көктем басталады? Қай уақытта құстар ұшып келеді? Сұрақтардың орысша нұсқасы. Ендеше осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Аспанда кемпірқосақ жаңбырдан кейін болады. Мектепте түске дейін боламын. Үйге дейін 10 минут жүремін. Қар жауғаннан кейін күн суық болады. Қыстан соң көктем келеді. Көктем қыстан кейін басталады. Құстар қыстан кейін ұшып келеді. Жауаптардың орысша нұсқасы. Сау болыңыздар.